Қажылыққа барып келген достарымыз арақ қойылған дастарханға бармаймыз деп қонаққа бармай жүр. Сонда арақ ішетін адамдарға жаман, надан деп қабылдай ма дейді. Сонда не, арақ ішкен адамдар жақсы, красавчик, умница деп айтуымыз керек па не? Молодец, ішіп тұрыңдар, денсаулықтары үшін алып тұрыңдар, я ішіңдер деп айтамыз ба не? Дұрыс? Дұрыс. Енді арақ ішкен адам сол жерде отырса, неге сендер оны құрметтемейсіңдер? Неге менің нанымды құрметтемейсің сен? Мен отырғым келмейді, менің дінім рұқсат бермейді. Неге мен сені құрметтеуім керек? А неге сен мені құрметтемеу керексің? Мынау сыйластық, требуя вежливости, будь сам вежлив дегенде, сен менен талап еткенде, мен неге сен менікін тыңдамайсың? Неге сендер ол қажы достарын тыңдамайсыңдар? Ол Аллаға жақындап, бәлеміңді Алла үшін беріп, Құдай үшін бар құлшылық келді. Енді семен араласайын десе, ортада бір бутылка проблема болып тұр. Саған шын достық керек болса, бутылка лақтырып жіберсең. Саған достық керек жоқ, саған бутылка керек. Сен бутылкамен доссың. Сол үшін ортада бутылка тұрады. Саған шын дос, шын бақыт, шын құда, шын ағайын, шын жақсы керек болса, арамды лақтырып жібер, айт, маған сен керексің де. Маған сен керексің де. Болды тағал. Значит, саған ол маңызды емес дос. Ол досын дұрыс қылады, молодец ол. Енді ол отырса, соны сен айтпақсың ғой. Қажыларды отырған біздің арақта десе, не болады сонда? Дұрыс емес ол.